сәлем достар, сіздермен бүгін мен сезімнің әлеміне қош келдіңіздер. Достар, менің даусым кішкене шықпайды дейсіздер. Міне, менің даусым қаттырақ шығады, жай шықпады. Достар, бүгін бізде Кедей өмір деген сериалдың екінші бөлімі. Достар, бұл, негізінде мен бұл заттардың барлығын ауыстырдым. Мен модтан сатып алдым 152-ші. Сосын кухнясы кішкене өзгерді. Давайте енді бастаймыз. Продукты бар ма екен? Не, продукты жоқ қой. Қыздар қазір қандар асып келеді. Не пісірем енді оларға? Бір. Мына үйде адам жоқ қой. Ой, кім бар осы? Тағы ішіп алғансың ба? Өзім білем, ішсем ба, ішпеймін ба? Мен арағым берші. Ішпейсің арағыңды. Ой, бер деймін. Бермеймін. Одан да қыздарыңды ойламайсың ба? Қазір мектептен келеді. Қандар аш, еще продукты де жоқ міне. Қазір мен бұл арақты төгіп тастаймын. Не істедің, ай? Мен қазір өзім жаңасын сатып алайын арақты. Ақша берсем болмас продуктыге. Жоқ міне ақша. Қайттан бар сатып алайын. Не пісіремен қыздарға. Мен келдім, есікті ашыңызшы. Қызым келді, не істеймін енді? Қызым, қош келдің, кіре ғой. Қош келдің, мам. Мама, менде қуаныш жаңалық бар. Қандай? Мен бүгін стипендиямды алдым. Жарайсың, қызым. Үйде продукт жоқ, маған ақша берші, барып продукт алып келейін. Маған продукт алып келіңіз. Я. Мен бөлмемде сізді күте тұрам. Жақсы, мен жүгіріп бар, тезірек продукт алып келейін. Қызым келгенде бәрін түсінбей қалады. Жақсы болды ғой, продукт алып келгеніміз. Жанымыз ашпайды деп қоймайын. Мен сізді күтіп отырғам. Қызым, сен жасап не істеп жатсың? Мен сізді күтіп отырдым. Сосын тұрып кеттім сіз келгенде. Сосын қазір киімдерімді шешіп келді. Қазір сіңлім келеді, сосын бірге тамақ ішеміз, жүр ма? Жарайды. Қазір мыналарды қояйын, сосын сендерге әдемілеп тұрып тамақ пісіріп беремін. Бұлай тамақ ішпегелі көп болды, мен мыналарды мына жаққа қоя салайын. Қызым бар, енді мен қазір тамақ пісірем. Жарайды, қазір мама киініп келейін, мен сумкамды барып қойып келейін. Папа қайда кезгені? Қандай киім, менің киімім қайда? Сіңлім де келеді. Мен келдім. Қызым, мен тамақ пісірейін деп жатқанмын. Тағы салып бұны. Қызым, сен тарелка қоя берші. Жарайды, мам. Қарным да ашып кетті. Үйде еш нәрсе жоқ шығар. Қызым, кел, келсе жуынып кел. Кел, қазір тамақ ішеміз. Қазір. Не пісіріп жатсың? Макарон пісірдім, қызым. Жақсы, мен қазір жүгіріп барып қолымды жуып келейін. Тамақ ішпегелі көп болды ғой. Тез тамағымды ішейін. Қызым, келіңдер, шайларымды ішеміз қазір. Қыздар болды. Отырыңдар мына жаққа. Мен мына жаққа отырам. Мен мына жаққа отырам, я? Бұлай тамақ ішпегелі көп болды. Ішейік онда тамағымызды, мам. Ішейік. Кім болды екен бұл? Білмеймін, қазір есікті ашам. Ой, келіңіз. Сіздерге аспайсыңдар ма? Не болды, неге келдіңіз?
Сендер маған не үшін ақшасын төлемейсіңдер? Жас ақшасын төлеп, жас ақшасын төлемейсіңдер, а? Қазір жалдап отырған үйлерінен қуып шығам. Кешіріңізші, бізге біраз уақыт беріңізші. Мен айдың аяғында алатын едім ақшамды. Мен күте алмаймын уже. Біраз болды сенің ақшаңды қайтармай жүргеніңе. Кешіріңізші, 5 күн немесе бір апта беріңізші бізге. Кешір, бере алмаймын, немесе ақшамды беріңдер. Ақшамды бересіңдер, немесе кетіңдер үйден. Жарайды. Қызым, бар ақшаны алып кел. Жарайды, мам, қазір. Сөйтсеңдерші, бағаналы бері. Ауыздарды да бермей. Міне ақшаңыз. Енді жүріс болды. Мен айдың аяғында тағы келем. Түсінікті ма? Иә. Маған неге жарты ақшасын бермейсіңдер? Біз сізге жарты ақшасын бердік қой. Тағы ақша керек. Немесе үйлерінің светін өшірем, немесе газын өшіріп тастайым. Кешіріңізші, ақшаны 1-2 күнде береміз. Өздерінен көріңдер онда. Мама, неге жарты ақшасын бермеді? Қызым, барлығы жарты ақшасын бере салсақ, сіңілің Томириске қандай тамдар аламыз? Десе дәл кешкі астарыңды ішіндер, сөйтіндер сабақтарыңды оқып жатыңдар. Томирис қайда? Ол садикте. Қызым, шайларын ішіп, макарондарын жеп алыңдар. Жарайды. Кел, сабағымды оқиық. Я, оқиық. Бүгінімізге көп сабақ болды. Әпке, маған ақша бере аласыз ба? Жоқ, бере алмаймын. Сен туған күніне ақшаны бере алмаймыз, Томириске ғана бере аламын. Себебі Томиристің ауырып жүргенін білесің ғой. Туй, үнемі Томирис. Неге маған ақша бермейсіздер? Ой, сен әлі үлкенсің ғой, ал Томирис ауырып жүр. Сол үшін соған ақша беру керекпіз. Одан да жаттауын жатта. Жарайды. Түсінікті ме? Түсіндім. Мен жаттауым жатта. Ақшаға тиіспе, бұны біз ертең Томириске дәрі аламыз. Жай ма? Жарайды. Мен онда сабағымды оқиға. Я. Әпке неге свет өшіп қалды? Білмеймін. Мама қайда екен? Мама жоқ па? Томиристе әлі келмеді. Қазір келіп, свет өшіп қалды деймін тағы да. Қыздарым ай. Ашым, свет өшіп қалды. Көрдім, қызым. Посуда жуып жатқанда да өшіп қалды. Так, сендерде мен фонарик қойып кеткем. Бар ма фонариктерің? Бар. Қазір Томиристі алып келем. Томирис келеді қазір. Міне мама бар екен. Мама, біз сабағымызды қалай оқимыз? Я. Жүріңдер, өзім көмектесем. Қыздар, сендер оқи тұрыңдаршы, мен бар Томиристі алып келейін. Ол мені күтіп отырған шығар садикте. Фонарикті мына жаққа жағып қойыңдар да оқи беріңдер. Жарайды, мам. Оқыңдар сабақтарында. Мен барып Томиристі алып келейін. Томирис қайда жүр екен тағы? Томирисім ай. Томирис, не үшін кешіктіңдер? Білмеймін, садикте. Білмеймін, неге екен, садиктен кешіп қалдым. Садик машинасы келмейді? Я. Жүр онда үйге. Неге мама фонарик істеп алғансыз? Қызым, енді баға қызым, үйде свет өшіп қалды. Мен қожайынмен сөйлесуім керек. Жүр, бері үйге кір. Әкелерің анау жүр. Қыздар, Томирис келді, үйге ұйықтатыңдар Томиристі. Томиристі қастарың алып жатыңдар, қорқады ол. Жарайды, Томирис жата қойық. Жарайды, жата қойық Томирис. Не үшін көзің ілінбейді? Ұйықтай берем.
Жарайды. Қыздар, сабақтарыңды оқып болғаннан кейін ұйықтаңдар. Мен қожайынмен сөйлесуім қажет. Не болды екен тағы? Әпке, мен оқып біттім. Мен де оқып біттім. Кел, жүр, бізде жатайық қыз. Мама, папа келеді. Томиректің қасына мен жатам. Жарайды, жатыңдар. Томир жатаған. Достар, егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Егер үшінші сериясын ұнататын болсаңыздар, осы сериалды, егер үшінші сериясын шығар десеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Ол үшін сіздер менің аккаунтыма 15 000 лайк жинап кетіңіздер. Ал сен пока.